Бір ел, 80 миллион халық, және 30 жылдан астам уақыт бойы билікті ұстап отырған бір адам. Оның аты Али Хаменеи. Кейбіреулер үшін ол тұрақтылықтың символы, басқалар үшін қатаң жүйенің бейнесі. Бірақ бір нәрсе анық. Ол Иранның соңғы бірнеше 10 жылдығын анықтаған тұлға. Бүгін біз оның өмір жолын толық қарастырамыз. 1939 жыл. Иранның Мешхед қаласы. Али Хаменеи қарапайым діни отбасында дүниеге келді. Әкесі ислам ғалымы. Балалық шағы қарапайым өтті. Бірақ ерте жастан ол діни білімге ден қойды. Кейін ол Кум қаласына барып, ислам құқықтары мен теологияны терең зерттейді. Сол жылдары Иранды Шах Мұхаммед Реза Пехлеви басқарды. Ел батыстық реформаларға бет бұрды, бірақ бұл өзгерістер қоғамның бәріне ұнай қойған жоқ. Жас Хаменеи сол қарсы топтың қатарында болды. 1979 жыл. Көшелерге мыңдаған адам шықты. Шах елден кетеді. Билікке Рухулла Хомейни келеді. Иран Ислам Республикасы жарияланады. Бұл сәт Хаменеи үшін үлкен мүмкіндік болды. Ол жаңа билік құрылымында жоғары қызметтерге тағайындалды. Бірақ ел тыныш болмады. 1980 жылы. Ерат Иранға қарсы соғыс бастайды. Соғыс 8 жылға созылды. Мыңдаған адам қаза тапты. Экономика әлсіреді. 1981 жылы Али Хаменеи Иран президенті болып сайланды. Ол соғыс кезіндегі мемлекет басшысы болды. Бұл оның саяси тәжірибесін күшейтті. 1989 жыл. Хомейни қайтыс болды. Көпшілік жаңа көшбасшы кім болады деп күтті. Сол кезде Али Хаменеи жоғарғы көсем болып сайланды. Бұл елдегі ең жоғарғы билік. Осы сәттен бастап Иранның барлық стратегиялық бағыты оның қолында болды. 1990-нан 2000-ға дейін жылдары Иран халықаралық санкциялармен бетпе-бет келді. Ядролық бағдарлама төңірегінде дау күшейді. ақш-пен қатынас шиеленісті. Бірақ Иран аймақтағы ықпалын арттыруға тырысты. Уақыт өте келе ел ішінде экономикалық қиындықтар күшейді. Жастар жұмыс пен еркіндік мәселесін көтерді. Кей жылдары жаппай наразылықтар өтті. Билік тұрақтылықты бірінші орынға қойды. Али Хаменеи заманауи Иран тарихындағы ең ұзақ билік еткен тұлға. Оның дәуірі соғыс кезеңін, санкциялар кезеңін, ядролық келіссөздерді, аймақтық өзгерістерді қамтыды. Ол билікті орталықтандыруды таңдады. Кез келген көшбасшы тарихта із қалдырады. Али Хаменеи Иранның соңғы 30 жылдық тарихының басты тұлғасы. Бірақ уақыт ешкімге тоқтамайды. Сұрақ: Иран келесі кезеңге қалай өтеді? Тарих жалғасуда.